Сәлем достар, мен Гүлшар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сыр мен лаваш дайындайтын боламыз. Оған бізге сыр, лаваш және қаймақ қолданамыз. Қаймақтың орнына сіздер майонез алуларыңызға болады. Ал олай болса бастайық. Лавашымызды аламыз да 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 немесе 8 бөлікке бөліп аламыз. Қаймағымызды жұқалап жағамыз. Енді лавашымыздың үстіне сыр төк алаймыз. Осылай сыр себемізде, яғни бүйтіп лавашымызды жабамыз. Ораймыз, яғни сырымызды лавашқа. Міне, лавашымызды осылай орап алдық сырмен қосып. Енді осыны табаға қуырамыз. Егер сіздерде грильница болса, грильниға басып алуларыңызға болады. Міне табамызға кішкене май құямыз да, мына лавашымызды екі жағынан қызартып қарып аламыз. Қарап отырыңыздар, күйіп кетпесін. Кішкене 30 секундтай күте тұрамыз, содан кейін аударамыз. Міне біздің лавашымыз дайын. Осылай көрсеңіздер болады. Міне сырымыз еріп жатыр. Ас болсын.